Армысыздар менің көрермендерім. Бүгін мен сіздерге Пхукет қаласынан жалынды сәлем жолдап отырмын. Бүгін біз Абай Құнанбайұлының екінші қара сөзін сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Екінші сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын кең қолтық шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан. Бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке үке десіп шығып кетсе қызын боқтасқан. Сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші. Түкке ыңғайы келмейтұғын солдат ноғай, қашқын ноғай, башалчик ноғай деп. Башалчик дегеніміз ұсақ саудагер. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант ұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді де бір үлкен қызық көріп қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһар жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам солдаттықты да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сенің шақшаяғың білән пішіраттырға қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ, біз құлы күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда? Абай Құнанбайұлы атамыздың екінші сөзінде мынандай бір мақалдар келтіріледі. Яғни біздің қазір естіп жүрген мақалдарымыздың көбісі сол заманнан 1890 жылдан бері бар. Яғни сол кезде қазақтар мақтан құмар болған. Олар өздерін мақтап, басқаларды даттап, басқаларды төмен түсіргенді ұнатқан. Ал енді Абай атамыз өзі жасқа келіп, ақылын тоқтатып, есі кіргенде қарап отырып, басқа ұлттарды сонша мазақтап күлгеніміз, ол біздің көре алмаушылықтарымыздан екендігі анықталды. Яғни басқа ұлттардың мысалға көтеріліп, жақсы бір жерге неғылып, байып, үй салып, білім іздеп, саудагер болып, жаңағыдай империя құрып, мысалға, орыстардікі сөйтіп жаңағыдай дәміп атқандығын көріп отырмыз. Ал біздің кезімізде басқалар болса бір-бірін етін жеу. Абай Құнанбайұлы атамыздың ең ашынғаны бұл қазақтардың бір-бірінің етін жеп кетіп баратқан, жоғарға ұмтылып баратқан қазақтың етегінен жармасып, жерге құлатып, сен де оқыма, сен де топас бол біз сияқты, сен де дым көрме өстіп отыр дегені. Қазақтың ең бірінші жауы сол. Қазақ қана жау болады қазаққа. Басқа ешкімге де біз керегіміз де жоқ, ешкім біздің жұмысы да жоқ. Шынын айтқанда. Екіншіден, мына жерде айтып отқанда бір сөзді мен сіздерге келтіргім келіп отыр. Оның бәрі бірін бірі қуып, қор болмай
шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып зор болғандық әсері. Яғни бірін бірі қуып қор болмай, сол кезде бір-біріне донос жазған, бір-бірін жерге таптаған, ұстап берген, бір-бірін жамандаған, иә, байыппаратсы көре алмаған, жазып, ұстатып, полицияға беріп сөйткен. Яғни осы жерде біз тағы да айналып келіп, басқаларды жамандамаңдар, қайта үйреніңдер. Кез келген адамнан қаншалықты жаман болса да, кез келген нәрсе үйренуге болады. Алдымызда екі адам келе жатса, екі нәрсе үйрен. Қатты жаман адам көрсең, одан жаман болмауды үйрен. Сол себепті біз басқаларды төмендетіп, жамандығын айтып, мазақ қылып күлудің орнына әрбір ұлттан, әрбір адамнан жақсылықты үйренуге тырысуымыз керек. Мен өзім оңтүстік Қазақстан Кентау қаласынанмын. Бізде Кентау қаласында мысалға өзбек ұлты көп, иә. Бұрын гректер көп болған, немістер көп болған, орыстар көп болған. Қазір де бар. Енді мен басқа мысалға Қызылордада нағашыларым тұрады, сол жаққа барсам, оларда жаңағы ой сендерде өзбектер көп, орыстар орысша сөйлейді, ой сендерде бір нәрсе деп сөйтіп бізді төмендетеді. Сонда мен бүйтіп қарап тұрдым да ойладым, біз олардан тек қана жақсылықты үйреніп жатырмыз. Бүкіл Қазақстан бойынша неге оңтүстік пысық дейді? Бізде адам көп, бізде жан жақтымыз. Бұрынғы заманнан бері ұлы жібек жолы оңтүстік Қазақстан бойымен өткен. Бұрынғы заманнан бері біздің ата бабамыздан бері өте көп деген көру, өте көп деген жаңағындай наблюдениенің қазақшасы қандай? Бақылаған көп адамдарды, көп әртүрлі діндерді, салттарды, ғұрыптарды, адамдарды сөйтіп бір-бірімізден үйреніп, дамып, пысық сондай болдық. Яғни психолог боласың. Қаншалықты адам көп шоғырланса, адам деген соншалықты көп нәрсені үйреніп, алға тырмысып, өзі жақсы болғысы келеді. Сол себепті бұл әңгіме, бұл мазақ қылу әлі күнге дейін бар. Әлі күнге дейін мысалға 90% демесем де 70-60% қазақ өзінің бір көкірегін керіп, мақтангерлікке құмар. А на самом деле 5 тиын бағасы. Сол себепті біз тек қана біліммен жарысуымыз керек. Қаншалықты білімдіміз, қаншалықты оқығанбыз, қаншалықты адамгершілігіміз мол, бір-бірімізге деген сүйіспеншілігіміз, бір-бірімізге деген құрметіміз, солмен ғана жарысып, бүкіл әлемдік деңгейде алға басуымыз керек. Ал бұлай отырып құр сөз айтып, бір-біріңді жамандаудың бір тиынға қажеті жоқ. Мына Абай атамыз 1890 жылы айтып кеткен нәрсе 130 жыл өтсе де әлі жөндеп іске асып жатқан жоқ. Бетімізге басып айтса да біз оны мойындамай, онымен жұмыс жасап жатқан жоқпыз. Тұтас халық. Сол себепті біздің бір жөндейтін жеріміз осы.